Сәлем достар, бүгін біз осындай балапанға арналған өте ұйықтағанда ыңғайлы, жатқанда да ыңғайлы болатын кокон төсеме тігетін боламыз ортопедикалық жастығымен. Ол үшін бізге маталар қажет болады. Құрамы 100% мақтадан тұратын сатинді алдым, екі түрлі түстен, көріп тұрғандарыңыздай, және де лента, кружево маталар, одан кейін косой бейка қажет болады, және жіптер. Сосын холофайбер керек 1 килограммдай, және де губка. Мына жерде өлшемін жазып қойдым. Енді эскизін тұрғызатын болсақ, біз осылай жалпы сызып аламыз. Эскизін міне осындай пішінде сызып алу керек. Оның ұзындығы жалпы бізде 100 см деп аламыз. Коконымыздың ұзындығын есептейтін болсақ, міне ол 100 см болады осы жері. Ал ені 65 см-ге тең болады. Енді ортаңғы бөлігінің ұзындығын есептейтін болсақ, ол бізде 35 см болады. Енді 65-тен 35-ті алып тастағанда бізде 30-30-дан қалып тұр. Ол, яғни екі бөлікке бөліп 15-15 см-ден қойдық. Міне ол осы жерде. Және де барлық бұрыштарын әдемілеп дөңгелетіп шығамыз. Бізге осындай жанындағыдай бау қажет болады. Ұзындығы 270 см, ал ені болса 7-9 см-ден тұратын. Енді біз екі матаны қойып аламыз үстіне бір-біріне. Осылай қойып алғаннан кейін ұзындығын өлшейміз бірінші. 100 см қылып алып аламыз ұзындығын. Және де оны маркермен сызып алып алған дұрыс болады. Енін 65 см қылып аламыз. Бірақ тігіске 1-1 см-ден қосамыз. Ұмытып кетпейік оны. Міне осылай 101 және 66 см қылып алып алдық. Мына жақтан да осылай 101 см алып аламыз. Енді осылай әрбір жерінен 66 см-ді өлшеп шығамыз. Болғаннан кейін барлығын сызған нүктелерімізді қосып сызып аламыз да. Осылай жалпы 4 бұрышты қылып қидық. Енді оны қиып аламыз өзімізге оңай болу үшін. Осы жерде келген кезде біз міне 15 см дедік, бірақ 16 см қылып аламыз, өйткені тігіске қажет болады. Мына жағынан да солай алып аламыз екі жағынан. Және ортаңғы бөлігін мен айтуды ұмытып кетіппін. Бұл жерде 17-18 см болады тігіспен қосқанда. Шамамен 17-18 см болады. Келесі жағында солай сызып аламыз. Және ортасы бізде 35 см. Енді біз оларды дөңгелету үшін осындай бір дөңгелек пішіндерді пайдалана отырып, дөңгелетіп шығамыз айналдыра әрбір бұрыштарын. Оларды қиып аламыз. Ал бас жағына келген кезде осылай екі бүктеймізде ақырын үлкен тарелке немесе тағы да басқа құралдармен айналдыра дөңгелетіп шығамыз. Неғұрлым әдемі дөңгелек болса бас жағы, коконымызда соғұрлым әдемірек, сүйкімдірек болып шығады дөңгеленіп. Міне осындай қылып шамамен жақсы істедік, бірақ та қайтадан түзеп алуға болады. Болғаннан кейін қиып аламыз оны. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай пайда болды. Бәрін түзеп, дұрыстап, бұрыштарын бәрін біріктіріп аламыз. Енді бізге тағы да екі бүктеп, немесе екі бүктемей қоюға да болады. Негізі бізге сыртқы жағынан сызып алуға қажет болады бөлігін. Ол үшін біз міне осы сантиметрді аламыз да өлшемді. Әр жерден осы алып шығамыз. Ол бізде 16-ға тең болды тігіспен. Солай 16 деп әр жерден алып шығамыз. Сызғышты көріп тұрсыздар, бас жағы қалай айналып тұрса, айналдыра отырып сызамыз. Осылай міне 16 см әр жерден алып шықтықты, оны біріктіре сызып, бұрыштарын бәрін шығарып аламыз. Екінші жағынан да солай істейміз, дәл солай. Бұны матаның оң жағына сызамыз, өйткені ол тек тігіс үшін ғана қажет болады, ешқандай да қимаймыз. Енді бізге мынандай бағанағы айтқан бау дедім, 270 см ұзындығы керек болады. Ол бізге ортасына лентаны өткізу үшін қажет. Біз оны осылай оң жағына қойып аламыз. Матамыз оң қарап тұр, мінекей соның сыртына тігеміз.
осылай инемен әрбір бұрышын бәрін бекітіп аламыз. Бірінші біз тек қана бір матаға тігеміз. Ол бізде астыңғы матасы коконның. Соған осылай қойып аламыз. Және де айналдырып тігіп шығамыз. Міне осылай. Байқап тұрғандарыңыздай, тек қана астыңғы коконның астыңғы матасымен осы ақ матамызды ғана тігіп жатырмыз. Үстіңгі коконның бөлігін тиіскен жоқпыз. Инелердің бәрін алып тастаймыз болғаннан кейін. Енді сол ақ осы ұзыннан тіккен бауымызға біз кружеваны тігіп шығамыз үстінен. Оларды да инемен қадай отыра. Кружеваның бағыты көріп тұрсыздар, ішіне қарай кіреді. Мынау сыртқы бөлігіне осы жақтан тігеміз. Және де 1-1 сантиметрден жоғары жақтан қалдырамыз. Ол келесі тігісімізге қажет болады. Осылайша айналдырып бекітіп шығамыз инелермен. Алдын ала инемен бекіткен кезде тіккен өте ыңғайлы болады. Себебі сіз өзіңіздің бағытыңыздан жоғалтып алмайсыз. Міне осылай тігілді. Енді қарап тұрсақ, үстіңгі бөлігін коконымыздың оң жағын теріс ішіне қарай қаратамыз да біз осылай салып шығамыз. Енді осы жердегі бір момент, біз тек қана ортасындағы бау бөлігіміз бар ғой, лента өткізетін, сонымен байланыстырамыз. Міне осылай айналдыра тігіп шығамыз. Астыңғы көк матамызға тиіспейміз әзірге. Осылай айналдырып шығамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Инелермен бекітіп, енді біз оларды тіге бастаймыз. Тағы да айтамын, міне осылай қараңыздар. Көк астыңғы матаға тиіскен жоқпын, тек қана ортаңғы баудағы матамен жалғап жатырмыз. Тігіп болғаннан кейін инелердің бәрін алып тастаймыз. Тігіп болдық. Міне қарап отырсақ, ортасындағы түрі осындай болады. Міне ортасында тұрды біздің бағанағы бауымыз қосымша тігілген. Енді біз осы екі жағын аламыз да, астыңғы және үстіңгі бөлігін коконның. Біз теріс осылай тұрған кезінде оң айналдырмай бір-біріне қойып, біріктіріп тігіп аламыз. Сонда ортасын ашқанда жаңағы бауымыз осылай екі бүктеліп тұру керек. Ортасы ашық болып, өйткені лента өткізетін боламыз ол жерге. Осылай шетін барлығын инемен бекітіп аламыз да, астыңғы және үстіңгі бөлігін қайталап айтамын, тігіп шығамыз. Бірінші инемен бекітіп аламыз. Міне тағы да көрсетіп жатырмын, ортасында солай қалу керек, лента өткізетіндей. Және де мына бағанағы тіккен тігісіміздің үстінен тігуіміз керек. Өйткені ол жақтан кейін тіксек көрініп қалады тігісіміз. Міне осылай оң айналдырып қараймыз. Біздің лента өткізетін бөлігіміз міне тұр. Үстінде кружевасы әдемілеп жауып тұр. Осылай қарап аламыз. Енді лентамызға тереуішті қадаймыз да, лента жаңағы салатын жеріне өткіземіз. Міне өткіздік. Енді ашып, барлығын дұрыстап аламыз, жақсылап. Толықтай жиналып қалған бөліктердің барлығын ашамыз осылай. Енді лентаны артығымен қиямыз, өйткені жиырғаннан кейін де біраз артық қалатын болады. Сондықтан осылай бір примерно 20 сантиметрдей. Енді мынау көрсетіп тұрған тігіс бойынша біз үстінен тігіп шығуымыз керек, осылай оң айналып тұрған кезінде. Ол үшін біз бірінші барлық жан-жақтарын, бұрыштарын бәрін түзетіп дұрыстап аламыз, сәйкестендіріп. Оларды инемен бекітіп қоямыз, өйткені тігіп отқан кезде жылжып кетуі мүмкін астыңғы үстіңгі бөліктері бір-бірінен. Бағанағы сол осы сызығымыз бойынша үстінен тігіп шығуымыз керек. Жақсылап бекіткеніміз дұрыс болады өзіміз үшін. Енді міне осылай үстінен тігіп шығамыз. Инелердің бәрін аламыз. Енді біз халофайберімізді алып, дайын тұрған коконымызға жаңғы бөліктеріне салып шығамыз. Міне осылай ақырын аласыздар да, ең жоғарғы бөлігіне қарай итере бересіздер ақырын.
Халап фаберімізді мақта секілді, бірақ та ол сәл жеңілдеу мақтадан қарағанда. Сондықтан да жұмыс деген кезде кішкене үлпілдете отырып жасаған дұрыс. Енді ортаңғы бөлігіне губкамызды аламыз. Мен осылай алдын ала қиып алған болатынмын. Осы губкамызды саламыз ішіне, ортаңғы бөлігіне. Және де үстіне мақта. Мақтаны біз ақырын осылай төмен түсе отыра жасап шығамыз. Бас жағын биіктете отыра, төменге қарай аласа болып түсіп отырамыз. Себебі балапанымыз жатқан кезде ол басы сәл биіктеу болу үшін, яғни сүт емгеннен кейін де құсықтан, басқа да нәрселерден қорғау мақсатында басын биік ұстаған дұрыс болады. Мақтамызды саламыз ақырын, міне бас жағына биіктете, төменге қарай аластата отыра, аласа қыла. Болғаннан кейін инемен әр жерден түйрелеп шығамыз. Ол бізге мақтаны үлпілдетуіміз үшін қажет болады. Енді косой бейка лентамызды аламыз. Ол осындай лента екі жағы қайырылған. Бізге осы коконымыздың шет жағын бекітуге керек болады. Осылай өзін бүктеп аламыз екіге бас жағын. Және де оны осылай екі бүктей отыра қоршап шығамыз. Барлық шет жақтарын инемен бекітеміз және. Айналдыра отыра, мінекей осындай болу керек. Асты да, арты да осындай болу керек бізде. Енді косой бейкамыздың шет жағынан тігіп шығамыз. Міне осылай көрсетіп тұрмын сіздерге. Ол маңызды өте, шет жағынан тігу. Енді бізге бантик тігу керек болады. Осындай 4 бұрышты мата тігіп алдым. Теріс қаратып тіктім да, үшінші бөлігін оң қаратып алып, екіге бүктеп тіктім. Және де осындай кішкентай сақина десем де болады, бауыдан тігіп қойдым. Үстіне кружева қадап қойдым. Осылай және де сол бантымызды өткіземіз. Сақинаның ішіне осындай бант пайда болады бізде. Енді мынау біздің коконымызды дайын болды. Енді лентамызды ақырын тартамыз, тарта отыра коконымызды жинаймыз әдемілеп. Болғаннан кейін лентамызды байлап қоямыз. Міне осындай болды. Кружеваларын барлығын дұрыстаймыз жақсылап. Шығып тұрған жерлері болса кіргізіп, немесе түйіліп қалған мақталарды көрсек, оларды инемен дұрыстап жібереміз. Болғаннан кейін лентамызды жақсылап бекітіп, үстіне бантымызды қадап қоямыз. Мен және бұған ортопедикалық жастық тіккен болатынмын. Ол туралы видеоны мен бесік жабдық тіккенде көрсеткенмін. Астына ссылкасын қалдырып кетем. Осындай ерекше стильде бізде кокон пайда болды. Ол өте жұмсақ, балаға ыңғайлы жатқан кезде, және де баланы жанмен жатқызған кезде де, басқа да нәрселерден қорғауда, айналып құлап кетпес үшін де өте керемет таптырмас дүние болып табылады. Бұны тігу үшін небәрі 3 сағат қана кетеді. Кружевасын үлкенірек қылып алуға болады. Ол өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты, жан-жағында әдемі болып тұрады. Маталарында сол сияқты түсін таңдаған кезде, лентасында әр адамның өзінің идеясына байланысты ерекше болып шыға береді. Сіздермен болған Айсұлу. Менің каналыма жазылыңыздар, әртүрлі видеолар шығатын болады. Рахмет сіздерге көп-көп.